Сәлем достар, біз Шымкент Сити еліміздің кәсіпкерлік орталығындамыз. Қазақша креатив бағдарламасы жалғастыруда. Біз, менің бауырым Ербол осында Шымкентте кішкентай типографиядан бастап үлкен медиа групп дәрежеге жеткен компаниялардың бірі. Соны енгізген, соны дамытқан, сол компанияға команда жинаған осы Ербол бауырым. Сол бауырмен қазір сұхбаттасамыз, көптеген инсайт, подсказкалар бар. Осы енді бастап жатқан кәсіпкерлерге, істеп жатқан кәсіпкерлерге қандай бір жақсы бір рекомендациялар, сол туралы кішкене сұхбат жасаймыз. Ассалаумағалейкум, Ереке. Өте қуаныштымын, біз Ерекемен бір жыл бұрын Астана Нұр-Сұлтан Сити қаласында кездескенбіз, сол жақта түрлі жобаларды бірге асырдық. Менің бауырым көптеген единомышленник дейді ғой, көптеген ойларымыз бірге келеді. Ереке, денсаулықтарыңыз қалай? Бәрі аман ба? Бәрі күшті. Да, души. Все, керемет. Ереке, енді біздің подписчиктерге вообще бизнесті қашан бастадыңыз? Өзіңіз бизнес туралы. Солай жүрейік. 21 жасымызда бастап кеттік па? 21 Оқуды бітірер-бітірмес бастап кеттік. Енді бизнес деп айтуға болады. Кәсіпкерлік. Неге бастадыңыз? Компьютерный услуга жасадым. Компьютер услуга проекті. Набор текст. Көріңіздер, 21 жасында Ерекең уже сол кездегі креативтен, сол кездегі кәсіпкерліктің алғаш жолдарын сол кезде бастады. Одан кейін соны компьютерлік қызметті жетілдіре бастадым. Сайт, оборудование алды, переплет, кесме. Ламинация деген сияқты, да? Бұл кезде қай жақта арендада отырмын ба? Арендада отыр. Арендада? Базар білесің, базар. Базар не үшін? Себебі адам көп. Базардың ішінде себебі ең точка өткізетін жерді таңдадым. Рекламный услугалар алады. Ол неше жыл? 2006 Одан кейін 2008 жылға қарай, 2007 аяғында біз бандюстық көшетін 2 жылға дейін ба? 2 жылға. 2008-де, получается, офис ашылды, да? Ол офис тоже арендада? Ол бар. Ол кезде ақша жоқ болды, былай. Неше бала болды бастауыңызда? 2 жыл бастап. 2 жыл, да? Және курстас, қызмет етесіз. Қызметтес бірге қашпады? Жебе компаниясы, да? Сіздер алдында бір компанияда жұмыс бірге ол жебе қандай немен айналса? жебе дәл осы сияқты полиграфия. Осы полиграфия, үлкен полиграфия. Кейін бөлек шығыңыздар. Доспен бірге сондай сервис аласыңыздар. Байтұрсынов бойында, да? Содан бері әлі Байтұрсынов офис ауыстырамыз, бірақ Байтұрсынов көшесіне. Байтұрсынов. Олада Берекелі көше, да? Шымкент қаласының ең күре тамыр десек болады. Ең негізгі көшелердің Байтұрсынов көшесі. Сондықтан біздің клиенттерімізде, адамдардың тығыз орналасқан жердің Байтұрсынов көшесі. Поток барады. Ең бірінші базардан бастап, одан кейін Байтұрсынов көшенің таңдаған бір себебі, ең баста адамдар көп өтетін, көп машиндер өтетін, көп адамдар келе алатын жерді таңдау. Сол себептен сондай рекомендация, инсайт, адамдар көп таңдайтын арзан болсын, қымбат болсын, бірақ сол жақта офис істеуге. Одан кейін 2008-ден кейін сіздер сол жақта офис бастадыңыздар. Ол кезде Ернияздың ма еді басқа? Изначально Ернияз. Ернияздың несі қандай? Мен Ербол, Ниязбек. Ернияз. Так что ертең бизнесті құрсаңыздар, біздер енді мода ғой, это банальный. Ол қазір ол медиа групп, ал кезде Ернияз. Лода тарих 2008-ден бері, 2006-дан бері 14 жыл өтті. 14 жылдан бері Ереке бір салат бойынша соны әрі қарай дамытты. Так, 2008-ден кейін кеттік. Дальше. 2008 аренда. Осы ғимаратқа дейін бұл аренда болды. Ол кезде кішкене несі көлемі үлкендеу 350 шаршы метр квадратный. Бұл жерде бізде уже толыққанды
одан кейін 2011 жылдан 11 жылда, то есть получается 3 жылдан кейін, 2008-ден 3 жылдан кейін. Енді біздің подписчиктер көбінесе сұрайды, осы бизнесті бастау үшін 2006-да қанша теңгемен бастадыңыз? Енді сол типа компьютер алдыңыз ма? Давайте. минустан бастап. Минус. Қарыз алдыңыз. Кредитте, компьютер комплект, электрика магазинде, кредитте. Қаншасы? Что сказал, 170 мың теңге ғой. 170 мың теңгеге кредитке алып, қорықпай сол кезде бастаған. Ол кезде 2006 жыл, да? 3-ші қараша күні алды, 7-ші қараша күні 7-ші қараша Клиенттерді қалай? Или сол базардың клиенттері кетті ма? Клиенттер мектеп мұғалімдері біз негізі салайын бірі мектептер безендіру бар, мектептегі ақпараттық стендтар бар, табличкалар бар. Күнге дейін мектептермен сөйлесіп, қанша компаниялардың ғана қызмет көрсетіп отыр. Мектепке де сондай ең алғашқы біздің солай болды. Біз типография полиграфия көп Шымкентте. Ал біздің негізгі точечный удар модель дейді ғой. Мектептер, да? Мектеп директорлері оларда күнде целенаправленный мектеп безендіру. мектебі, да? Ішіндегі ақпараттық табличкалар бәрі каталог жоқ, получается база қалып саласыз. Қараңыздар, минус 770 компьютер аласыздар. Өздеріңіз кішкене айлықтарыңыз бар. Сол кезде жоспар қалай болған? Bir жылдан кейін кішкене бір табыс алу ма? Жоспар болмаған шын. Просто бір творчествомен осылай бастадық. Енді біз бір нәтиже күтеміз деген бірақ мақсат болды да. Оның суммасын, оның примерно ешқандай картинка болмады. Қазір бізде бір айдан кейін мынандай ситуацияға сол ақша болмай қалды. Тамақ жеу үшін, материал алу үшін. Тағы да біз несие алуға тура келді. 110 мыңға, 250 мыңға несие алдық. Просто өзімізді бәле біреуден айлық көрсеткішіне алсақ, ешкілердің ағаларымызға айлық көрсеткішіне болып несие береді. Оның ешкі чисто материалды базаларды тамақ. күнделікті оборот береді ме? Қазір енді айтсаң, ешкім сенбейді. Қазір энное количество капитал болу керек. Ал негізінде осы И минимальный, по крайней мере, где берет сегмент года, сегмент білуалықтар, өз соған енді Ернияз компаниясы бір более-менее үлкен деңгейге, енді кішкене оборотқа жететіндей, қайсы жылы 2011-де жаңа офиске көшіңіздер, қайсы жылдары кішкене өзінің бір более-менее миллиондық оборотқа елеп 500 мың оборотқа түскен. 2010-2011-ден бастап шын мәнінде компаниялық дәрежеге көтеріле бастады. Өйткені мемлекеттік лицензияға ие болды 2013 жылы, 13 жылы рәмізден өндіруші ретінде тіркелді. Мемлекеттік рәмізден миграциялық саласынан. Басталу күнінен бастап 4-5 жылдың кейін. Көріңіздер, ең үлкен, енді көбісі айтады ғой, бизнесті бастайды да, 1 жылдан кейін табысқа жеткісі келеді. 2 жылдан кейін. Кемінде әрбір қазір кәсіпкерлерді тыңдап жүрміз ғой, Марғұлан Сейсенбаев басқа айтады. Кемінде 3-4-5 жыл былай төменге түсіп, кейін көтерілу процесі басталады да. Одан өту керек та, одан өтпесек, өтшілер. Өйткені былайда, төменге түспейтіндер моментте сауат едесің, сауат едесің болады. Өзің нишаны істейсің, өзің ең істейсің. Определенный уақыт керек. Басқаларға бейімделу керек. Содан кейін барқаны, анықталғаннан кейін барқаны несін береді. Ал сіздер Ниязбековпен бірге басамыздар да? Нұрлан дедіңіз ғой? Ниязбекпен бірге басамыздар. Сіздер қазіргі күнге дейін бірге істеп жатсыздар ма? Или уже бөлінсіздер? Ниязбек дәл осы тоже компания керек. Қазір уже конкурент. Уже конкурент, да. Енді осы жерде біздің жастарға, азаматтарымызға айтатын
қай жылдары істеп көрдіңіздер, қай жылы уже енді бірге істеп қойдық, енді бөлінсек ұйыстырмақ шешімге. Бұл тойғандықтан емес. Иә. Бұл өзіміздің бірден уақыттан кейін бір-біріне сеніп, әрдай бөлек-бөлек функцияларды келді. Состояние бөлек-бөлек осы бағытталасың мен осы біздің ерлер компаниясы жеке компаниялармен мемлекеттік көрсетуге бағытталып кетті. Компаниясы ол мекемелермен айналысып кетті. Часть мекеме и мектептермен, да? Олардың аттары қандай? Телеге компаниясы. Телеге. Есім бар, Телеге компаниясы. Ол қай жылдар? Ол 2015. 9 жыл арасында, да? 9 жылдан кейін. Көрдіңіздер ма? 2006-дан бастап бірге, партнермен бірге, 9-дан кейін 9 жыл істеп бірге істеудің ол да бір оңай емес, бірақ сонымен бірге істеп, бір ауызбіршілікпен істеп, кейін өз екі бағытқа бөлініп, дос болып, үлкен дос болып, айырылсақ, бірақ бірге қазір жұмыс жасады. Олар артеті, қазір керегеді компания өз деңгейге жетті ма? Қой білесіз. Жақсы. Енді осы офиске көшейік. Біз қазіргі таңда Ереке білесіз дизайн işlerini дейді. Ерекең қазіргі уақытта MBA-ді осы жақын арада бір жыл болды. Бір жылдың ішінде өз бір нүкте болады ғой, өз бір этап болады. Бір этапқа келген кезде осы маған бір кішкене білім керек, бизнеске білім керек деген Ерекең сол дәрежеге жетуіме мен өте қуаныштымын, себебі бұл жылдан астам қазір MBA-ді оқып жатыр Алматы университетінде. Ол Шымкентте ашылған. Ереке, енді біздің да подписчиктерге айтып кететін бір не. Сіз өзіңіз қай жақтансыз? Қайда тұрсыз? Мен оңтүстік Қазақстан. Созақ ауданынан шыққан Ерекең. Қай мектепті бітірдіңіз? Созақ ауданында, Көл деген ауылда. Мұхтар әуезов мектебін бітіріп, Созақ ауданында. Университетке түсіп, қандай мамандық? Мен кескіндегі, яғни живопис. Живопис. Осы салаға сәйкесінде көріңіздер ғой. Ауданда бітірген, облысқа келіп өзіміздің университетке түсіп, осында бизнес тамағын бастаған. Бірақ шетелде оқымағансыз. Да, бір адам, не дейді оны? MBA-ді енді осы Қазақстанның MBA оқамыз, да? Шетелде енді ақша уже болып, сіз енді тәжірибемен не дейді оны, тәжірибе алмасуға барған шығарсыз, бірақ өзіңіз нақты бір 4 жыл оқымағансыз. Көріңіздер ма? Осындай современный форматты бизнес ашатын біздің жігіттер. Ауылдан шыққан, осында оқыған, осындай көз жанып тұрған жігіттер. Осы бір үлкен бір подсказка көбісі біледі ғой, мен шетелге барып, сол жақта оқысам, сол кезде мен тек бизнес ашамын деп. Жоқ, ондай шарт емес. Бизнес ықылас керек қой. ықылас керек. Және өзім бизнес мынау Байтұрсынов офистан бұл офиске қанша жыл болды? Бір жыл. Как раз MBA-ге түсіп, сол кезде аштыңыз. Енді осындай дәрежеде креативті дизайн мышлениемен салған офиске қашан сіз жеттіңіз? Мен современный офис ашсам, кішкене басқа тартқанмын. Бұл офистің енді бұл осы өткен жылы ғана кейін мүмкін болды бұл реализовать. Ниетіміз бар, бұдан да басқа съемкада 2018 аяғында. Сен келесің? Енді осы офиске 3-4 жылдай современный формат. Изначально жұмыс бастаған кезде ойымда вот собственно бірақ бұл арада оншақты жылдау бар болып жетті. Кейбір азаматтарымыз өзіңіз білесіз ғой, Шымкентте де көп жатыр. Офис отдельно шығады, отдельно бір офис ішіне кірсең, ішінде
жұмыстары болды форматта бөлек шығады да, бірақ сол қалпында қоймай. Бірақ сіздерде қазір ішіне кіреміз, ішіне көреміз, современный креативный форматта осы креативный формат болу керек деген жағдайға қашан келді. Соңғы 2 жылда кішкене өзгере бастады. Өйткені біз түсіндік, адамзаттың бәрі өзгерісті дамыды. Яғни абайды айтпақшы, көз жетіп бір қалыпта тұра алмасқа дейін болады. Сол сияқты бір қалыпта тұра алмайтын көрсетеді. Өйткені жетістік өзгерісті талап етіп тұрады. Сондықтан бұл компаниямыздың стратегиясында осы нәрсені қазір приоритетке қойып отырмыз. Привет. Енді подписчиктер көп сұрайды болса, бұл карантинда қанша көруші болды? Айда. Оны мен қазір тамыз. цифрмен айта алмаймын. Орташа концептін айтайын. Бұл карантинда карантинде біз 40-50% жоба. Жоқ, карантинге дейін табыс енді выручка дейді, это керекті доход, прибыльді айтпай қойып, керекті доходтың оборотпен қарағанда ай сайын орташа қанша келеді? Қазір бір 4 миллиондай 4 миллиондай мен ол таза прибыль ма или нема общий доход па? Это прибыль, да? Біз соны 2-3-ге көбейтсек, соны оборот доход дейді ғой, доход где-то бір 7-10 миллионның арасында, да? Чисто прибыль қалады. Жоқ, одан да көп болады. Енді бізде поликлиникалық программада басқа сұрақтармен бірге Рентабельность. есіне қарайды. Продукция. Қанша адам істейді? Бұл карантинда негізі халқы чемпионат дейін адам. 8 жыл бағады. Бұл время карантинда біздер қысқарды. И одан да бөлек бізде қазір фрилансер осы болашақта бізге проект бар. Бұған дейін жеке проект бар. Фрилансер көмек даже мультфильм, анимация қазір жұмыстар жобаларға қатысып жүрміз. Яғни тек медиа саласы. Сондықтан да компаниямыз медиа. Бізде болашақта тұрған әлі қысқаруы шаруа көп. Керемет. Енді осы сол кризиске дейін келген например, сол оборот 10 миллион, соның барлық доходтың қаншасы мемлекеттік тапсырыстан келді, қаншасы нарықтан тапсырыстан келді. Процентпен айтсаңыз түсіндім. Бұған дейін бізде негізгі жұмысшыларымыз, госорганизация. Қазір жылдарында көрдіңіздер ма? Көбісі ойлады ол кісілер, типограф шығған кезде мен бір мемлекеттік тапсырысқа тендерге қатысып ерегенде осы 2 жылдың ішінде 30% мемлекеттің тапсырысын азайтты. Енді азайту бұл жерде мәселе азайту емес, біз тапсырысты алмай қойған жоқпыз. Біз приоритетті частный компанияларға қоя бастадық. Осы үлкен подсказка өте. Біздер енді көбісі бизнес ашқан кезде айтады ғой, мен ана бір тендерді алсам, соған ол басында пайда жақсы болуы мүмкін. Бірақ кейін нарықта 20 жыл, 30 жыл компания әрі қарай даму үшін сол бағытты ереген де өзінің командасымен бірге сол ұстанымды ұстап жүр. Өйткені біз қазір түсініп келе жатырмыз, өйткені біз мемлекеттік тапсырысты бастап келе числитель көлемінде ол енді как не сияқты домовый полностью. Бірақ нарықпен жұмыс істеу. Қазір частный компаниялар бәрін айтып жатыр, давайте сіздерді логотиптер полное решение, дизайнерское решение, мы сейчас оставим. Керемет. Осы Астана емес, бұл Астана емес, бұл Алматы емес, бұл Шымкент Сити. Шымкент ауылымыздың, осы қаламыздың баласы Ерекең, және оның командасы барлығы сондай ойымен істеп жүрген азаматтар. Біздің
көбінесе енді азаматтар ютубта көбінесе жастар қарайды ғой, ауылдан шыққан жастар қарайды, қаланың жастары, қаланың сыртында тұратын жастар, олар ойлайды ғой, мен жоқ, мен обязательно Алматы, Астанаға баруым керек, өз дәрежесіне жету үшін. Біз көрсетіп жатырмыз, біздің Шымкентте де, басқа бір қалаларда, мен қазір Таразда да жүрмін, Тараз көптеген жастармен кездесіп жатырмыз. Әрбір қалада өзінің деңгейге жететін халықаралық масштабты ойлайтын компаниялар болған. Сол негізі тәжірибе бар, оны көруге болады. Сіз қалай ойлайсыз? Тек қана осындай үлкен қалаға барып, компания құрушылар немесе өзінің ауылында, кішкене қаласында бастаған. Кіші қай жерге жетеді? Біз бұдан кейін республикалық масштабтағы жұмыстарға аса шамам келмейді. Сол 2 жылдың ішінде бәрі ешқандай кетіп болмайды. Кезінген аумағына ол логистикалық жағынан Керемет. Енді Ереке, мына офис Ереке маған мен бірінші рет келіп тұрмын. Ереке видеода жіберді, фотода жіберді. Енді аренда бір жылдай өтеді. Енді осы офис туралы сұрайын. Кім автор дизайн? Енді идеяны заходить, это өзіңіз. Бірақ дизайнды кім істеп бастаған? Шымкенттің балдары. Бірақ олар проект ортасынан кезде тапқа қалдықта. Дальше өзіміз помещение жалпы каркасты бітеп деген автор болған. Каркасты сыртқы келбетін Қараңыздар, қандай бұл современный форматта үлкен қалаларда болатын негізі біздің Шымкентте мұндай көп кездестіруге болмайды. Осыны кім таңдады? Осындай қалаға. Гроза, Ерген өзі, как бы біздер енді жаңа форматтағы жас азаматтар болған соң, біз креативті кішкене дизайн мышленияны жақсы көретін азаматтар, өзі өздері таңдап, қандай современный формат білетіндер. Қандай газонды салонда көп? Орта? Бұның енді осы ғимаратта ремонт жасап жүрген Бұны бірде өткізіңіздер ме, или байтапты, да? Осы ремонт жасау үшін қанша уақыт кетті? Көрсетейік негізінен. Ол көріңіз, былай қарасаңыз, қастарда серый, коричневый, как бы общий формат ішінде дизайн мышлениямен салынған визуалды форматта бұл даже түрлі біздің үлкен үйлердің де әдемі көз тартатын бұлай ішіне енді командада өзің шақырасыз, көп адам жұмыс жасайды. Адамдар келген кезде кішкене басқа энергиямен көру керек. Оған бір жаңа форматты офис жасамаса, олар тиімді болмайды. Сол себептен біз қазір ішке кірейік, оңға әрбір кабинетті көріп, түрлі фишкалар бар, соны көруге біз сіздерге алдарыңызда көрсетеміз. Кет. Қараңыздар, ол керемет формат, көріңіздер бар, бұл бірінші, бұл выставочный зал, да? Так, мына жерде енді мүмкіндігінше бізде жасалған бұйымдар. Барлық өздеріңіз жасайсыздар? Иә, барлық өзіңіз жасалған. Осы жерде қойылған. Енді буклеттер, барлығын қою мүмкін емес. Жалпы, направление бар. Енді осы жердің енді барлығын көрсетпей қойып, осы жердің былай фишкалары именно осы өнімдер тек қана кемінде бір Алматыда немесе шетелде немесе басқа қалаларда жасалатын осы өнімді біз бастадық, осы өнімді біз әрі қарай дамытып жатырмыз деп көрсетеміз. Қайсы фишка сіздер осы соңғы бір жылдың ішінде бастаған ба? Мына жерде айтсам болады. Мынау статуэткалар бар. Біз мына жерде өзімізде UV оборудование бар. Қандай?
UV, да, UV печать. UV печать. Ага. Бұл жерде ол таспа любой ровный поверхность бетіне А, любой. яғни өзіміздің құрылған арқылы кесілген форманы кесе аламыз. Бетіне басып кете береміз, да? Осыларды айтсақ болады, өйткені қазір кез келген компания үшін идеясы бар, кез келген форма, біз оны реализовать етіп бере аламыз. Сол любой формада, любой печать Қараңыздар, мына жерде бір фишка көрсетейін. Әрбір выключательде мынада не бар? Так, кереге, бұны кім ойлап тапты? Бұны біз енді қазір MBA оқып жатырмыз ба? Өйткені любой нәрседе стандартизация. Любой нәрседе норма деген. Жарықтың үнемділігі ішінде және де адамдарды бір қалыпқа, нормаға келтіру үшін нені қою. Бұл жақта екі фишка тұр. Бірінші, MBA-ді ерекең оқып, тек қана жай диплом үшін емес, сол жақта оқып жатқан технологияларды іске асыру. Бұл бірінші рекомендация. Екінші рекомендация. Бұл енді дизайн решение дейді ғой. Бұны енді әрбір ондай организацияда көрмегенмін. Даже мен офисте істемеген ондайды. Бұл басқа осы жердегі істеп жатқан біздің жас буын інілеріміз, қарындастарымыз көрген кезде, бұл нестандартный мышление деген осыны айтады, нестандартный креатив деген осыны айтады. Да, біздер кім сөйледі, креатив деген не ол деп, қандай ол деп ойлады, ол білмейміз ғой, үлкен қалады. Креатив деген осындай кішкентай бір нәрселерден басталады. Осындай кішкентай нәрсені әрі қарай компанияны дамытуға үлес қосады, дұрыс па? Әрине. Бұл кәдімгі өзіміз мынау істейді ма ол? Істейді, да, қазір программасына байланысты. Сіздің ойыңыз бұны әрі қарай дамыту қалай? Бұл жерде өйтеміз. Жасына ішіне, мынау сенсорный экран, сенсорный экран. Біздің ішінде электронды каталог ендіреміз. О, керемет. Кез келген компания болса, бренд болса, қандай компания бренд Бұл тек өздеріңіздің өнімдер. Электронды каталог. Көріп, Үлкен планшет сияқты, да? үлкен планшет. Керемет. Мынау 3D несі, бұны да өздеріңіз жасайсыздар ма? Мынау бізде лазермен Бөлімі. мына үстіне қойылғанда сол лазермен Мынау 3D десіз ме, я лазермен ем? лазермен деген құралы істелінген сандықша бір кәдесила үшін арнайы жасап бере аламыз. Мысалы дос астардан Мынау не дейді? Фанера оны қайдан аласыздар? Базардан аласыздар ма? Магазиндерден, да? құрылыс материалдары Құрылыс салатын магазиндерден аласыздар, да? Соны кесіп, бұны дизайн жасайтын сіздің балаларыңыз, да? бұлар қазір арнайы сайттар бар. Кесілген, да? Ол қазір Қараңыздар, бұл холл, кәдімгі холл, осы адамдар күтетін осы жерге тапсырыс берушілер келетін. Көріңіздер, мына диван, современный, яркий диван. Кәдімгі біздің үйлерде де ондай жоқ. Кішкене, кәдімгі бұл кім істеді, өзіңіз жете салмай, бұл базарда салмайсыздар. Бұл арнайы мөлшерде айтсақ, бұл бұрын серый, анатомный серийде ескі офисте бар. Апель, бүкіл тасайла, сәйкес келмейді. кез келген нәрсені давайте Редизайн жасайды. мышлениені жасап Көріңіздер, егер сіздің офистеріңізде бір серый диван, қара диван бізде көбінесе, коричневый, зеленый дивандар тұрады, редизайн жасап, осындай форматқа жеткізуге болады. Оны әрі қарай новый формат сияқты. Оны ертең даже тосып басқан болса, қайтадан редизайн жасауыңыз. Так что кім келесі, сізге мына үстін алмай қалды. Мына түс бирюзовый түстер адам көзінде болады. Кірген кезде ол керек. Кіресіз, көңіл келеді. Ол керек. Бұл рецепшн, осы жерде қабылдайтын дейді. Тапсырыс қабылдайды, бүгін ең қызым. Көріңіздер, Ернияз бұнда жай типографияны айтып өтті, жай типографиядан бастап, кішкентай аренадан минус 170 мыңнан бастап, Ернияз медиагрупптар деген. Бұл да енді медиагрупп деген үлкен ниет қой. Так, бұл жақта істейтін дизайнер, да? Дизайнер бар, да? Бұл жақта дизайнер отыр. Саламатсыздар. Ассалаумағалейкум. Қанша дизайнерсіз? Бізде қазір ең 13 дизайнер бар. Осы жағдайда, қазір жұмыс бар. Жұмыс аяқталмаған болса, бітіріп, жұмыс уақыты неше дейін? жұмыс уақыты 9-дан алға. 9-дан алға. Демаласың сен? Демаласың. 5 күн. Көріңіздер, современный форматта бизнес 5 күн істейді. 9-дан алға. Бірақ жұмыстар болса кішкене қалып істей береміз. Тапсырыстар бар.
А вот, например, дизайнер не было, как бы, Biz proyektga shaxta video qilib, kompyuter qilib Yaklaşık ortalıktan kapsası bir içerikli oldu. Aslında bir bu diyoruz ben bir şeyin ezberliği tutalım. Zaten geliyoruz. Karazda benim akşam dizayn tutmuş mu? Önümüzde var. Şimdi jariyeden bastırıp stenolar karazda. Solu format oldu. Loş formatıyla ya böyle şeyin içinde gözde alım жасамай. Уже да алынбасқа, уже да любой дизайнер жұмыс істеген кезде даже тапсырып беруші келген кезде кішкене басқа алуға керек. Мына ойлап мынау не үшін? Бұны мынау металдан жасалған, бұны лазер өздеріңіз істейміз ба? Бұны лазер чимиттер әзірге бірақ жер бар, да? Сол жерде кестірдік, өзімізге қойдық. Бұндағы ойымыз, мынау магнитпен кез келген ойымыз. Хоть не говорим, что рабочий процесс, рабочий процесс. Кстати, можно каскад было, каскад, лишь как надо все появилось. Нет, это появилось появилось. Раз пойдем, я сразу у нас. Даже все мне чему с 5 минут на масла, 5 минут, да? И типа есть. Чтобы поменять мышление у людей, нужно каждый день проводить 5 минут перед айфоном. Он одна технология смотрит, и типа каждый день он одна передача надо перед утром. И до 5 минут включается. Хорошо, вот Стив Джобс. Поставки, да? Выделили без команды, без гостей. Поездах команда адамдарды қашып жоғалтты. Қазір де жаңағы келіватқан жігіттерді жайында бәріне осылай түсіндірудеміз. Енді осы жерде жоғалтып дейсіздер текучка кадров қанша пайыз? Жарты жылда ма, үш айда ма? Или сол карантин әсерінен текучка болуы ма өзі қалай? Жалпы карантин жағдайда кадрлар мәселеге әсер етті. Bir kişilerin baxtından, қашықтықтан жағдайда. Ал жалпы біз осы өзіндегі мышлениені өзгертіп, бүкіл тақырыптарды өзгертіп жатырмыз. Тақырыпқа келмей бар, да? Кейбір азаматтар, консерватив дейді ғой, сондықтан саған болды. Енді құқық кездеріңіз де болды. Сен ойлай көріпсіз. Кей кезде салатай селектив жасауға тырысасың. Сол қазір біз уже нормализация етіп жатырмыз деп ойлаймыз. Но бірақ не бар? Нәтиже бар. Өзі тұрады. Жайда да сондай Бетюнка болса, осы адамның осы жерде істеп жатқан специалистердің мотивациясын үшін не істейсіздер қосымша? Спорт, білмеймін бір караоке айтасыздар ма, басқа қандай фишкалар бар? Караоке айтсақ, осы секілді біз жігіттерге обеспечение алып, давайте сіздерде туа бар дейсіз. Вот это. Бұл жерде ешқандай бір болса, кез келген спартан жасай салуға. Өзімнің талабымыз. Мен сүйені кәдемін шығамын. Ол спортпен қалай айналысасыздар ма? Осы бала. Жеке өзіңіз қайда? Ойнайды команда. Так, тоже карантин. Біз жігіттер болып жатыр. Ну, бірақ кешеден бастап жігіттер тағына жазып басып жатырмыз. Ойыншылар келе жатыр. Қанша қыз, қанша ұл аласыз? Или болмаса осы бала. Примерно, 60 пайыз. Жаңа ескі зона. Елу. Қыздар көп. Енді біздерде көбінесе типографияларда біз бауырымызды қалсақ, есіміз кім? Құдірет дизайнер. Сіз қанша уақыт беріп жұмыс жасаласыз? Осы елде компаниясында? 2 жыл да? 3 айда да? Осы салада 3 жыл да? Қалай біз дизайн, формат, ширекті алуға болады ма? Сіздер қандай программаларды жұмыс жасайсыздар? Клубында? Фотошопта?
5 минутқа үйленесіз ба? 5 минутқа бастадық. Қазір қашан дайындаласыз? Ақыл қашан? Бонус үш ай керек пе? Бонус әр сен түсінікті. Қазір көбінесе мемлекет тапсырысыз ба? Мемлекет? Өзіңіз қай жақтан боласыз? Орналасады, ауылда оқасыз. Университет қайда бітірдіңіз? Ол кезде МГТУ, да? Өзіңіз неше жастасыз? Өзіңіз неше жастасыз? 24. Тұрыңыз ба? Дизайнер, жас дизайнер 24-те үйленесіз ба, да? Бойда, да? Үйлену керек, да? Қашан үйленесіз? Bir жылдан кейін ба, соңғы керемет. Сіздің кім үйленді? Или МГТУда оқып жатқан кезде үйленді ма? Қандай сол кезде кім үйлендіңіз, да? Şimdi menajment'da uygulamamız gerekiyor, da? Болашақта жоспар бар, өзіңіз отдельно бір компания ашқыңыз келеді, болашақта болашақ 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін ашамыз. Осылай ниет бар, да? Болашақ көргенде, да? Негізі біздің үлкен бір миллиардер ағаларымыз айтады, бірінші бизнес бастау үшін бірінші семейный бизнес бастау. Сол үшін сізге семейный бизнес бастап, екі бала тұрғызы кейбірде 2-4 бала болып, сол кезде егер семейный бизнесті дұрыстасаңыз, әрі бизнесті жүргізуге ешқандай былай қиындықтар болмайды, тәжірибе болады, тәжірибе бірінші коммуникация. Сол, сәттілік сізге жұмыстарыңызға так, әрі жүрейік, ерге қайдасы барған біз әрі ең бірінші, ең важный момент. Әрбір офисте бірінші кірген кезде гардеробтан бастайды. Гардероб бірінші мына кіреберіс, екінші туалетті көрейік. Сол туалетті қазір мен ерекесі бір көрейік, себебі біздің көп азаматтар мән бермейді. Егер оған ойлайды, менде офисте мен басып отыратын жер тамаша, бірақ гардеробна туалет дұрыс болмаса, ол жаққа көп үш жердегі азаматтар кіреді, клиенттер кіреді. Айтады ғой, гардеробтың жағдайынан бастықтың ойлау қабілеті, ойлау менеджмент технологиясын сол жақтан білуге болады. Так, итак, поехали! Қарыздар, қандай керемет. Көріңіздер, кең, қандай форматта. Шегуге болмайды. Не, салфетка бар, самый бар салфетка бар. Кейбір офистерге кіресің, үлкен бір организация көрсіз, элементарный салфетка болады. Бұл жерде қарыңыздар. Дизайнмен салған бар. Ереке, керемет? Бір 5 беріңізші. Так, әрі кет. Бұл жақта мини-типография, да? Қарыңыздар, мини-типография. Қарыңыздар, қалай? Современный форматпен жазылған. Бұл да өте приятный нәрсе. Бұл жақта A3 үстіне формат шығады, да? Мына жерден промо-машина, цифрлар, өнімдер осыдан шығады. Бұл не қашып тұрады? Ақырет плюс. Бұның қазір нарықта бағасы 10 миллион. 10 миллион. Сіздер қанша алдыңыздар? Қанша уақыт болды? Бізге 3 жыл, да? Қазір нарықта 10 миллион еді. Бұл японский, да? Японский ма, или бұл Қытайдан ба? Жүзі японский, да? Да, бұл үлкен формат шығады. Резограф, ол кеседі. Жоқ, бұл түрлі формат шығамайды, черно-белый шығады. Черно-белый А4 ма, или өзгерген? Тираж. Көп жасаңыз. Так, ну, резак, да? Резак, да? Ручной, но электрический. Электрический. Перебьет обороны. И түтейміз. Ну, что я рубить. Но, прошу платный, да. Керемет. Қазір таңда ерекше капитализация, оборудование бар, барлығы жұмсалған осы здание бар. Капитализация қанша қазір? Қандай деңгейге жеттіңіздер? Ақша қарады. Жүрейік арада. Өзімен сізбек енді біз бұл жерде жылжымайтын бөлім бар. Енді ағайын
Мерседес компаниясы көп болса дейді ғой, біреу айтады ғой оны. Енді бір $600,000 $600,000 уже шектіңіздер, да? Ол керемет. біз егер қазір $800,000 готовый бизнес сатып аламыз. Вот. Так, сізге не ұсынса деген екінші қабатта типографияны бір я слушаю, жүріңіздер. Основной ақша келетін ойыншылар, административный здание жүрген тоқтап кетті. Офиспен цехтың арасындағы кішкентай бөлме. Это такой мини-склад. Темаңыз бар. Өте бар. Өйткені мына жерден кезінде өнімдер Бұл гардероб қойды. да, Видимо, гардероб сияқты. иә, өнім дайын тұр. Типография болмайды, бұл жерге келіп алып келеді. Дайын болғанда менеджерлер мен алып береді. Все, керемет. Көрдіңіз, нестандартты мышление деген бұл негізі халықаралық деңгейдегі технология. Осыны уақытты кетірмеу үшін, ар жақта іздемеу үшін, ар жақта производственниктер бұл жерге тапсырысқа әкеледі, беруші, тапсырысқа беруші, бұл жерде готовка алып келеді. Мини-гардероб сияқты үйде. Так, ары қарай, келге жүріңіз. О, қараңыздар, бұл жерде очень важный момент. Тек қана біздерде енді көп ереке, мен шындық айтайын, көп компанияларға сыртында әдемі істейді, ішіне кірсең быт-шыт. Ерекенің сырты да, іші да сол бірдей. Қараңыздар, сол плитка аямаған, ақша құртқан осыған, қараңыздар формат. Яркий, шлаг, да, оны керемет. Зелень, қандай формат? Бұл жерде шашлык, футбол, бәрі всегда бар. О, керемет, шашлык все, керемет. Бұл жерде вообще коробки да сыпты сол, вот летний коробки, да? Кеттік типография. Так, бұл жақта у нее, там не. Мына жерде Цвет. Цвет, қанша адамыз? сізбен мен екі адамыз. Склад. Сіздер кеткен кезде күзетіп өзі қалып. Так, бұл жақта Қойма. Мына жерде келіңіз көрсетейін. Қараңыздар. Біздер былай қойды, қойманы бір қара түспен қойып қойды, бұл жерде қойма бәрі лай-лай болып тұр. Қойма тақтазға, серый форматпен тұрып жазып қойған. Бөкте адамдарға кіруге болмайды. Көрдіңіз ба? Полностью указательда, себебі халықаралық деңгейде болды қой енді, Турцияда болды, басқа Түркия, басқа мемлекеттерде көрген кезде, сонда компания қарайсың, енді осы бұл мелочь та, ол себестоимостьқа вообще жатпайды да, бірақ ол культура, бірақ ол интеллигентный культура, технологияны көбейтетін осындай фишкалар. Соны сіздерде егер бизнес болса, ресторан болмаса, осындай істеп қойсаңыздар, ешқандай бір қиындық жоқ. Зато көзге қандай приятно, адамдарға істейтін адамдарға қандай приятно. Бұл ақшамен істелмейді деген. Бұл интеллектпен, бұл мышлениемен істелмейді. Біздің тураны көбейтеді, да? Духовный көбейтеді. Так, ары қарай жүрейік. Қазір оң жақта көреді, шеберліктің нәтижесі бар. Так, керемет. Так, бұл жақта, так, көрдіңіз, европейский формат, ешқандай шаң жоқ. Бұл жақта былай, не дейді, пыльный, Рабочий здесь да, рабочий бар. Вот, так, желтый на нені түсіріңіз, қараңыз. Қандай, адамдарға кірген кезде, бұл жерде жасау үшін, бұл керемет. Бұл жақта қанша адам істейді? Бұл жерде 4 адам жұмыс жасайды. Мынау жаңағы Бұл кайзен, да? Бұл кайзен ба? Частично кайзен. Вот көп азаматтар біздер түсіне бермейді кайзен деген. Кайзен это адамның жасап жатқан жұмыста оған кедергі максимальный кедергі жасамайтын технологиялар ойланып тапты. Себебі бір мысал айтайын. Біреу қайшы, да? Ол азамат жұмыс істейді. Ол қайшы біздер білесіздер ғой, азаматты мына жаққа қояды, ар жаққа қояды. Ол қайшын қайда деп уақытты жүргізеді, ар жаққа кіріп тұр. Ол істейтін анау түсіп кетеді, оны жағадан бір қайшы істейді. А олар өздері белгілеп қойған. Олар уже автоматически мен арқылы біледі. Мен қайшын мына жақта үлкен қайшы, мына жақта кішкене қайшы, мына жақта скотч, узкогорный скотч, не діреледі. Элементарно, себестоимость бір шегелі шығады, басқа, ешқандай басқа. Так, давай жүрейік. жұмыс процестері. Бұл бір шеберхана, да? Ары жүрейік.
бұл жерде де фрезерный сынок, тап-таза. Бұл жерде тоже Фрезер бұл ПДР болсын, любой формат кесіп келеді. До миллиметра. программа. Бұл станок қанша тұрады? $14,000 тұрады. 14 мың қанша аласыздар? $14,000 бұдан 6 жеті. 6 жеті. Бұл Сонда основной, да? основной наружный реклама. Наружный реклама. Керемет. Бұл Қытай қода? Бұл жақта бұл жерде тоже сондай бірақ лазер. Лазермен фрезердің айырмашылығы мына күйдіріп четкий границы. Кстати, шуршало бөлік кейін полностью жұмыстардан жаңағы статуэткалардың формасын кесуге уже лазер. Бұл кішкентай миниатюрный форматтар. Кішкентай әріптерді кескен да Бұл заводится. Бұл екеуі да лазер, да? екеуі лазер. Тоже программа вместе. Керемет. Тап-таза. Аппақ, освещение бар, ешқандай қара емес, ешқандай Мына жақта ашқарыз. бұл енді жаңағы жұмысшылар үшін идеал. Бұл раздел дейді да? Еще орындарында Керемет. Основной. Керемет душевой. Креативный новый формат. Үлкен. түрге Бұл душевойдың өзі бар, бұл кәдімгі не ғой, адамдарға кішкене не ғой, условия жасалу. Уже так. Ана екінші жылға Мына съемкадамын. Қолында камера тұрды. қолы бар. Үйде тишіл Қандай Роман. Корты давай. Бұл қағаз или бар? Бұл қағаз. Сіздер барлық жасамайсыздар, только қағаз, да? Анау сидеть қарамағында сидеть болады. Сағат берешісі. Пигментный печать. Но бозған наружный экосалдарный красный. Наружный реклама. Тоже баннер, аракал наружный. 85. Бұл әрқайсысы қанша бағасы? $15,000 жаққа. $15,000. Бұны сендер тазалап қанша? 4 жылдар болды. Бала шақыр. Бұл режущий. Режущий. Вот ашу. Да, уже делать. Просто каждый день Очень довольно ловно. Yok, связан, текшірші, связан. Текшірмайыз, Значок, футболка, кружка, бейсболка, смысл. Учились, да? О, керемет таза, үлкен форматта. Так, Но 13 сантиметрге дейінгі регулировка жасалған кез келген ровный поверхностьта баса береді. Бұл кейінгі технологиялар бірі шарфайдан постоянно оборудован. Кәдесі дейміз, сувенирный полиграфия. бұл наклейка сияқты жылтырады, да? Сразу ғана мына телефонның бетіне бірден түсіріп жазып береді. Бұл дейді ғой? Юби, да? Юби бар. Ең болмаса бұл қанша тұрады? Осында бар. Бұл $20,000. Оны выставкада көріп алса да, алтын зерттеп қарамаса. Жоқ, алтынды бірінші, бірақ выставкада сәлемді бағасынан қайдырақ болды. Выставкада. Керемет. Көрдіңіздер, бұл оны отдельно, да, вообще не беріңіздер, да? Бұл жақта екінші этажда осы цехта
административный ерке осы жерде тұрып кішкене жалғастырады. Административный зданияда бөлек осы производственный цехта қанша адам істейді? 7 адам жұмыс жасайды. 7 адам, да? Бірақ өткенде карантиндік жағдайда Иә. біз печатный жұмыстарында бір адамға нағыл бір ай ол істеп, бір ай келесі істейтін болып, сондай режимге бөлдік. Себебі тапсырыстың көлемі түсті, біз бүкіл сотрудниктерді жұмыспен қамту үшін сондай график өтті. Керемет. Нені болашақ жоспар қалай? Өзі тек түсінікті енді мына республика деңгейде шығасыз. Мына экспортқа шығу жоспарларыңыз бар ма? И қандай форматпен, қандай продукциямен шығуға болады? Өзбекстан дейді, Қырғызстан дейді, басқа бір. Біздің продукциялармен экспортқа шығамыз деп айта алмаймыз. Учетке қарау керек қой. Бірақ республиканский масштабтағы кез келген жобаларға дайынбыз. Өйткені біз өнім дайындаймыз, ол экспортқа қосымша. Ал егер бір компанияларға мысалы спецодежда дейді, жылат деген олар шетелге шығып жатса, оны жасап бере аламыз. Бір кооперациямен. Иә, кооперация. Прямой біздің өнім. Именно полиграфия, реклама жағынан конкуренцияға шыдамаймыз. Екіншісі біздің себестігіміз оған келмейді. Өйткені біз көп жағдайда оборудование тұтынушы елміз. Ал ішкі рынокқа әбден дайынбыз. Керемет. Нені ерке средний зарплата дейді оны, жалақысы адаматтардың, енді түсінікті бөлінеді, дизайнерлер бөлінеді, административный бөлінеді, производственный цехта бөлінеді. Енді дизайнер менен сұрамай кезген қызметкерден сұрамай. Мен сұрап алдым. Енді мен общий сұрамақшымын да, біздің подход қалай? Вот сәйкес келе ма деп жатсыз? Ол да бар, онда көрсетеміз, бірақ мақсатымыз текучка болмау үшін сіздің подходыңыз қалай? Бонустарды көбейту, или ақшасын көбейту. Кейбір азаматтарда, бизнесмендерді тыңдадым, олар айтады, хотите, чтобы у вас команда была, финансовый бонустарды бірінші көбейтіңдер. Оларға болады мотивация бере берсең, бірақ ақшасы аз болса, олар все равно қашып кетеді дейді да. Сол себепте сіздің подходыңыз қалай? Орташа, например, сізге ең керегі кім? Дизайнерлер ме? Производственный цех па? Енді административно түсінікті, ол өзгертуге болады. Дизайнерлер это уже мозг. Ол табуда қиын, олар ең қажет. Ең күшті дизайнер қанша айлық? Бізде жаңа жігіттер айтқаны керек, минимально 100 мың болды. Ол оклад. Бонуспен? Бонус, оның жұмыс істеген бізде дизайнердің өзінің планкасы бар. Яғни жұмыстың объемы, қабылдаған жұмыстың объемы. Оның айлығына әсер етеді. Қаласа 200 мың, қаласа 300 мың. Егер компания дохода кетсе, оған бонус. Ал егер компания дохода келмесе, оған бонус. Сонда минимальный 100 мың алады. 100 мың алады, да? Ал енді ол 100 мыңда жүріп қала берсе, оған қауіпті. Иә. Енді түсінікті. Енді қазіргі таңда бонуспен қанша айлығы среднем шығады? Орташа алайық. 200-300 мыңға дейін бар. 400-500 мыңға дейін бар. жатыр. Ол карантинға дейін қанша болды? Карантиннің ортасында, енді сіз айтыңыз, 40%-ға түсіп кетті. Карантиннің жағдайда бізде 150 мың алып жүрді. Карантинде. 100-120. Ал карантин. Енді мен өмірімді кітап өзгертіп өтіп айтқанмын. Иә. Кітап. Енді былай кішкене әсер еткен осы оқып, осы жерде бір пайдалы ақпарат бар, осыны мен енгізсем. Өмірді өзгерткен өмірде осы өзіміздің кәсіптің жолында жүрген азаматтардың айтылған сөздеріне, нелеріне өмір жолдарын көп қараймын, көп салыстырамын. Оның ішінде жаңа өзіңіз айтып өткен Мармат Сейсенбаев, бизнесте жүрген ағаларымыз бар. Солардан шетелдің бизнесмендерін қарайсыздар? Шетелдің бизнесмендерін кітаптармен жаңағы бізде кейстер алып келеді, соларға қараймыз. Ал ютубта бір Украина дейді, бір Ресей, Европаның, Американың типография бойынша Ресейде есімі шығып тұр болды. Именно типографияны дамытқан бизнесмен ба? Иә, династийный болып кетті. Ақша шығаратын мүмкіндікке дейін барған ол типография. Солардың өмірлерін оқыдық. Ал мышлениені өзгерткен дейтін болсақ, ол
кәсіпте жүрген адамдармыз. Тәжірибеден өмірлік тәжірибеден Абай атамыз айтады ғой, кез келген адамнан дейді жақсы нәрсесін көре алатын бол дейді да. Сол кезде сен соны аласың. Біз не істейміз? Бірінші адамның жаман жағын көреміз. Кәдімгіше бүйтіп. Олай емес, жақсы жағын көру. Жаман жағын етақтап аламыз. потенциалын ашу. Иә. Жақсы. Мысалға, даже Абай атамыздың заманындағы күң дейді ғой. Сумен кіріп, күлмен шығып. Солардың жақсы қасиеттерін көріп қояды екен. Әр адам бір жақсы қасиет. Сіздің жақсы қасиетіңізді алсам, шақтың жақсы қасиетін алсам, бір адам соның багажы кете бересіз. Керемет. Енді Ереке, сұхбаттың аяғында біздің жас буынды азаматтарға, енді бастап жатқан кәсіпкерлерге, істеп жатқан кәсіпкерлерге сіздің атыңыздан рекомендация, ниет, напутствие камерамыз алдында 1 минут бар, жеткізсеңіздер болады. Ерекең камера алдында. Енді біздің өзімізден кейінгі ізбасар жігіттерге, жұмыспен, кәсіппен айналысамын деген жігіттерге бірінші кезекте өзімен айналысу керек. Бірінші кезекте өзіңмен айналыс, уақытыңның бәрін тиімді пайдалан. Кез келген ситуацияда польза дейді ғой, көруге. Кез келген ситуациядан жақсы нәтиже алуға тырыссаң, ертең кәсіпте, кез келген кәсіпте сол алған қасиеттерің, қабілеттерің үлкен саған жетістік береді. Қарапайым қағидасы осы, спортпен міндетті түрде шұғылданыңыздар. Спорт ол рух, рухың жоғары кезде сенде идея бар, сенде барлық. Спорт өмір, соны айтамын. Ербол Ернияз Медиагрупп, Ербол бауырым, Шымкент Сити, қазақша креатив, жазыңыздар, галочка, колокольчик, әрі қарай сұхбатты әрі жалғастыра береміз. Ереке, сәттілік, осындай көз жамып тұру керек. Осы Ернияз Медиагрупп республика деңгейде, сонымен бірге халықаралық деңгейде үлкен компаниялардың бірі болсын. Сәттілік. Рахмет. Салам алейкум. Сау болыңыздар.